Бүгінгі менің кейіпкерім өте қызық адам. Аз жалақы алатын қарапайым теміржолшыдан тұрақты табысы бар миллионерге айналған адам. Теміржолшы дегенге Грэммиді ұтып алған Иманбек шығар деп ойлап отырған шығарсыздар. Жоқ, бұл да қазақтың қарапайым жігіті. Ақшасы қалтасында, ел, жер аралап жүр, бүгінде Түркияда тұрады. Біреулер айтуы мүмкін, жоғарыда тіреуі бар шығар деп. Біз дәл осы сұрақты өзіне қойып көрген едік. Ғалымбек, сенің осы деңгейге жетуіңе қандай да бір кісілердің ықпалы болды ма? Әке, көкең, жәкең, министрлікте, әкімдікте істейтін бәкең, сәкең бар ма? О жағынан ешкім жоқ. Бір Алланың ықпалы, әке-шешенің тәрбиесі және қасында жүрген әріптестердің көмегімен, өз еңбегімізбен, өз потенциалымызбен. Мүмкін байдың баласы шығарсың, қарапайым кісілер, ата-ана. Қарапайым ауылдан шыққан, кезінде мал бағып, асық ойнап деген сияқты. Содан шыққан баламыз біз. Өзіміз еркек болғаннан кейін, артымызда отбасымыз болғаннан кейін, жалпы ер адам ақша табу керек қой, табыс табу керек. Табыс таппасақ та орманға барып, аң аулап, отбасымызды асырауымыз керек. Сол үшін менде түрткі сол болды, және өзімнің армандарым болды. Себебі өмір бір-ақ рет беріледі, сол өмірде барлығын көргім келді мен деген. Сол үшін артта көпірді өртеп, тек алға қойған мақсаттарыма тура жол басып, әлі келе жатыр солай. Жалпы мына жетістікке қалай жеткенің туралы, бүгінгі кәсібің туралы біз сәл кейінірек айтармыз. Енді алдымен өзің туралы білгім келеді. Мен интервью алып отырған Ғалымбек деген кім жалпы? Жасым 36-да, қазір таңда Ақтөбе өңірі Шалқар деген жерде дүниеге келдім. Шыр етіп 3 қазанда руым әлем кіші жүзден тарағанбыз. Жай ғана қарапайым, бізде білесіз ғой, ең бірінші қолы кемпір шалдың қолында өседі деген. Сол кемпір шалдың қолында өсіп, мал бағып, егін егіп, ауылда өскенмін, жай ғана қарапайым баламыз. Бірақ өсіп өне келе, қала жаққа жақындап, жұмысқа тұрып, көз ашылып деген сияқты үлкен мүмкіндіктер ашыла бастады. Сол мүмкіндіктері жіберіп алмайын деп, біреуін ұстап қалып, сол кәсіпте маған көптеген жолдар ашылды. Мектепті бітіргеннен кейін университетке оқуға түстің, солай ғой? Иә. Қандай мамандық бойынша? Ақтөбе қаласында Жұбанов атындағы университетте инженер техникалық факультетіне түстім. Біздің кезімізде 2001-2003 жылдары мұнай газ деген сәнге айналып кетті. Соған көп адамдар соған түсіп жатқаннан кейін біз де соған түстік. Бірақ мамандығым бойынша емес, мен теміржол саласына кіріп кеттім деген. 16 жыл теміржол саласында қызмет атқардым. Ол кезде жалақы аздау болды бізде. Ол кезде мен Атырау қаласында тұрған болатынмын, жалақым 120-125 мың теңге болды. Ол жалақымен я оңға шыға алмаймыз, я солға шыға алмаймыз. Сол үшін армандарға қол жеткізу деген менде мүлдем ондай ой болмайтын. Пойыз айдап жүрген кездегі жалақың шамамен 250. Кейіннен кеңсеге, офиске ауысқан кезде 120 мың. Бұл саған жеткен жоқ? Именно менің мұқтажыма жетті. Қалған айналамдағыға жеткен жоқ. Қалғандарына көмектесе алмайтын болдым. Ел аралап, шетел аралап, астына жақсы көлік мінетіндей, оған әрине жетпейді. Ол кезде сен отбасылысың? Әрине. Сөйтіп осы кәсіпке келдің. Бұл кәсіпке келуіңе қандай да бір кісілердің ықпалы болды ма? Жалпы неден басталды енді? Енді ақырын енді осы кәсіп туралы ақпаратқа келе бастайықшы енді. Сол барлығы жалақыдан басталды, аз жалақыдан. Енді аз деп айтпаймын, Аллаға шүкір, әйтеуір жалақы тауып жүрдік. Сол күнде мен көп адамдарды көретінмін, шетелге шығады, жақсы көлік мінеді, жақсы үйде тұрады, қалаған затын алғысы келсе бағасы да қарамай алады. Сол күні бір үйде жатқан кезде мен теледидардан бір жарнама көріп қалдым. Қыз бен жігіт бір сауда үйінде жүріп, қызы бір жақсы бір сәнді аяқ киім көреді да, жігітіне айтады, жаным маған осыны алып берші дейді. Жігіттің қалтасында ақша болмайды да, ұялы телефонын алып, ішіне бір биржаға кіріп, бір компанияның акциясын сатып алып, лезде 5 минуттан кейін соны сатып жіберіп, лезде ақша істеп алады. Қызына керек жарағын алып береді. Сол кезде менде инсайт пайда болды. Неге Ғалымбек миды қозғалтып, ақшаны күн сайын таппасқа деді. Ал ол кезде мен ай сайын бір жалақы алып жүрдім. 125 мың теңге. Иә. Бір жалақыны аламыз, ол ақша бір-екі күннен кейін жоқ болып кетеді, келесі айлыққа дейін қайтадан қарызға. Сол үшін мен күнде ақша тапқым келді. Күнде ақша тауып, қалаған затыма ойланбастан сатып ала бергім келді. Сөйтіп дұға еттік. Сосын 2017 жылдың аяғында маған осы кәсіпке жігіттер шақырған. Сол кезде мен
мен қолымнан жалпы көп зат келеді. Мен сурет те сала аламын, үйді құрастыра аламын, мебель де жасай аламыз. Мен сол кезде бір Қазақстанда бір онлайн сауда алаңына жарнама берген болатынмын. Маған қосымша табыс керек деп. Содан маған бір жігіттер хабарласты. Осы компанияның презентациясына шақырды. Бір түн ойланып, ертеңіне кредит алып, осы компанияның бір үлесін сатып алған болатынмын. Қанша пайыз үлесін сатып алдың? 0,024%-ын 255 мың теңгеге сатып алған болатынмын кредит алып. Басқа амал болған жоқ менде, артық ақша болған жоқ, амал жоқ, сіздің несие алуға тура келді. Кәдімгі саналы түрде банкке барып, кредит алып, барып акцияны сатып алдың. Қорқыныш болған жоқ па? Бір енді көп жағдайда лақтырып кетеді, қарапайым тілмен айтқан кезде лохотрон компаниялар бар енді, жоқ емес. Ондай қорқыныш болған шығар бәрібір енді, адамзат пенде болғаннан кейін. Қорқыныш болады ғой, қорқыныш болады, бірақ енді ең қауіпті тәуекел ол мүлдем тәуекел етпеген дейді да. Самый опасный риск это вообще не рисковать деген сияқты. Сол үшін бісміллә деп бір аллаға тәуекел етіп сатып алдық. Ол қандай компания? Go Сауда деген қазақстандық отандық компания. Go Сауда. Ал ардақты ағайындар, мына Go Сауда деген мобильдік қосымшаға жүктеп алыңыздар. Құдай қаласа бәрі сіздерге жеңілдік осы жерде көрсетілген. Отандық өнім қолдайық. Аман болыңыздар. Рахмет. Енді бұл компания туралы кеңірек білгісі келетін оқырмандар, көрермендер бар. Қысқаша айтып өтсең. Қытайда Алиэкспресс бар. Америкада Amazon бар. Ал бүткіл тәуелсіз мемлекеттік достастығын бірыңғай бір сауда алаңында байланыстыратын ондай жоқ. Әр елдің өзінің шектеулі бір сауда алаңдары бар. Ол сауда деген бұл интернет сауда әлемі. Ішінде осыны пайдаланып, керемет функцияларымен адамдар өзінің сауда саттығын онлайн түрде жүргізе алады. Бүткіл ТМД елі, бүткіл тұран мемлекеті. Бұл Қазақтан шыққан жоба бұл деген. Әлемде теңдесі жоқ. Бір сөзбен айтқан кезде интернет-магазин. Базар деп айтсақ бар. Оның ішінде магазин де бар. Енді интернет-магазин деген кезде, интернет-базар деген кезде біздің көз алдымызға OLX, Market.kz сияқты қосымшалар түседі. Енді сондай алпауыт қосымшалармен бәсекелес болуға қорқпайтын компания ма? Қалай сонда? Бәрібір халық сол OLX-ке береді жарнамасын, бәрібір сол Market.kz-ке береді. Енді Go Сауда туралы ақпарат былайша айтқан кезде көп емес. Егер қорқатын болсақ, онда үйде жатуымыз керек, мұнда істемей. Ал бәсекелестік жағына келетін болсақ, Go Сауданың ішінде OLX та бар, Колеса, Крыша, Market, Алиэкспресс, Amazon, Сату.kz, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Яндекс және тендер ретінде тапсырыс беретін тапсырма функциясы бар. Оның ішінде барлығы бар. Барлығын бір приложениеге арнап шығарып отырмыз. Сол үшін бұның функционалы потенциалы өте жоғары болды. Әлемде теңдесі жоқ болды. Және қазіргі таңда бұл Қазақстанда, Түркияда, Қырғызстанда, Өзбекстанда жасап тұр. Және тағы басқа мемлекеттерде ашылайын деп жатыр. Біздің қазір көрермендер экраннан көріп отыр. Go Сауданың қосымшаның жаңағы видеоларын біз жариялап отырмыз. Жалпы енді интернет-магазин деп айтып жатырмыз. Пандемия әсіресе осы интернет кеңістіктегі магазиндердің алдағы уақытта мықты дамуына бір септігін тигізген сияқты. Қаншалықты рас? Енді қазіргі таңда сауда орталықтар жабық. Ашық болған жағдайдың өзінде оның арендасы қымбат. Көп адамдар қазір онлайн түрге көшті. Заман артта кетпейді енді. Білім беру саласы болсын, денсаулық сақтау саласы болсын, барлығы онлайн. Сол үшін мұндай сөз бар да, егер сіздің кәсібіңіз интернетте жоқ болса, онда сіздің кәсібіңіз жоқ деп санауға болады мүлдем. Сол үшін онлайнға, интернетке барлығы мұқтаж. Сол үшін қазір таңда Go Саудамыз, сол үшін шағын орта кәсіп Қазақстанда қазір әлсіреді, кейбіреуі банкрот болды. Сол үшін тегін жасап тұрмыз біз деген. Әр адам мобильді қосымшасын тегін жүктеп, тегін тіркеліп, жүз жарнамасын тегін бере алады. Интернет-магазин кәсіпкерлерге тегін барлығы. Енді Ғалымбек, енді қараш, YouTube бар, Instagram бар, OLX бар. Мен неге Go Сауданы жүктеуім керек интернетіне? Қандай плюстар бар енді бұл? Себебі Go Сауданы адам пайдаланғаннан кейін сіз өз затыңызды тез жарнамалай аласыз, тез сата аласыз. Мысалы мен су сатамын. Go Саудаға берсем, OLX-ке де бере аламын ол сауданы. Қандай айырмашылық?
Сіз айтып отқан көптеген сауда орталықтары Қазақстанда болсын, әлем бойынша оларда тек сатушыға арналған. Яғни адам өзінің затын тек сатамын деп қояды. Мен суды сатамын, мен телефон сатамын деген сияқты. Ал егер мен бір зат сатып алғым келсе, мен тапсырыс қалдыра алмаймын еш жерде. Біздің GoSodaның ішінде екі бағытта жұмыс жасайды. Сатушының бағыты бар, тұтынушының бағыты бар. Егер сіз GoSodaның ішінде тұтынушы бағытында мен Ақтөбе қаласынан су сатып аламын немесе үйіме тоңазытқыш, пәтер сатып аламын деп заказ қалдырсаңыз, сіздің тапсырысыңыз кім сол затпен айналысады, соларға хабарлама болып барады. Тендер ретінде. Мысалы, тендерде бізге кімдер қатысады? Тек компаниялар қатысады. Ал GoSodaның ішінде жай ғана қарапайым адамдарды, кішкентай бала болсын, өзіне керек затын тапсырыс ретінде қалдыра алады. Маған үй керек, маған көлік керек дейді, тапсырыс қалдырады. GoSoda сол адамды өзі тауып береді сізге. Яғни біз сатушы мен тұтынушыны тікелей делдалсыз байланыстырамыз. Делдал жоқ, біз тікелей байланыстырамыз. Интернет магазиннен біздің халық өлерде қорқады негізі. Тауар дер кезінде келмей қалады деген сияқты. Болмаса, мынау банкоматқа кейіннен үйреніп жатыр ғой халық. Жалпы осының себебі неде деп ойлайсың? Дамыған мемлекеттер осыны пайдаланып, шемішкедей шағып, осыны пайдаланып жүр. Егер біз Қазақстан онымен заманның талабына сай жүрмейтін болсақ, біз артта қалып қоямыз. Бірақ соған орай адамдар қазір үйреніп келе жатыр. Онлайн сауда саттық жасайды, керек затын онлайн тапсырыс береді, алдырып жатыр. Әрине бар, араларында алдап кететіндер бар, бірақ біз олардың барлығын жолын алуға тырысамыз. Бізде қызмет түрі болғаннан кейін біз барлығын қауіпсіз ретінде қамтамасыз етеміз. Америкада жалпы үлкен бір компания бар, Dun & Bradstreet деген. Сол дүниежүзіндегі ең ірі алпауыт компаниялардың реестрі бар, тізімін жасайтын. GoSoda солардың тізімінде бар. Яғни GoSodaның әлемдік статусы бар. Және Қазақстандағы үлкен компаниялардың сертификаты бар. GoSoda басқа елдерде жұмыс жасап тұр. Сол үшін қауіпсіз жағынан қамтамасыз біз ете аламыз. Енді Ғалеке, енді мына осындай үлкен бір дүниені атқарып жатырсыңдар. Қазақстанда жалпы мынау СНГ, ТМД елдерінде теңдесі жоқ деп өзің айтып қалдың. Енді Қазақстан тарапынан, билік тарапынан осы бір қосымшаға, осы бір бизнеске қызығушылық болды ма? Қаржыландыру жағынан, осы жігіттерді қолдайықшы, IT технологиямен айналысып жатыр екен, сәл демеу жіберейікші деген сияқты стартапқа қандай да бір ақша берілді ме? Біз іздедік басында, бірақ кейбір адамдардың шарты бізге ұнамады, себебі олар компанияның көп бөлігін өздеріне сұрады. Сол үшін біз оған келіспей, былай айтқан кезде өз күшімізбен алып келе жатырмыз. Бірақ үкімет тарапынан бізге әрине қолдау бар. Нұр-Сұлтан қаласында IT технопарк ашылды, Астана хаб деген, сондан кеңсе берілді бізге. Үкімет тарапынан тегін интернет берді бізге. Сол жақта біздің программистеріміз, IT-шниктеріміз сол жақта жұмыс жасап жатыр. Мемлекет тарапынан қолдау болды, офис берілді. Кеңсе берілді. Ал қаржы жағынан? Ол жағынан келіссөздер жүргізіліп жатыр. Қазір жүргізіліп жатыр. Ол енді уақыт көрсетеді оны. Енді осы компанияның тағы бір екінші тармағы бар, ол туризммен байланысты. Ол туралы не айтар едің? Қазақстанда қазір таңда 20 миллион халық бар дейтін болсақ, соның шетелге жылына 3-4 рет емін-еркін саяхаттай алатын тек 15-20% ғана адам. Қалғандары 80% адам шыға алмайды. Неге? Себебі сұрасақ олардан ақша жоқ дейді, қымбат дейді, я уақыт жоқ дейді. Себебі туроператор деген бар, турагентство деген бар. Туроператордан шыққан путевканы турагентство үстіне өзінің комиссиясын қосып, клиентке, тұтынушыға сатады. Ал біздің серіктестер қалаған еліне туроператордың өзінің бағасымен шығады. Яғни заводтан қандай бағамен шығады, сол бағамен шығады. Сол үшін біз халыққа көрсеткіміз келеді, саяхат ол қолжетімді екенін. Саяхаттап жүріп табысқа шыға алады, және де қосымша бизнес ретінде пайдаланып ақша таба алады, кредиттерін жауып, көлігін алып, пәтерін алып деген сияқты арман мақсаттарына қол жеткізе алады. Және біз отандық туризмді дамытып жатырмыз. Біздің Қазақстанның жерлері Канададан келмес, Швейцариядан келмес, әдемі жерлер бізде өте көп. Шетелден туристер шақырғымыз келеді біздің. Және умра қажылыққа да жол ашып жатырмыз. Сол жаққа да ертең адамдар тиімді бағамен және тегін саяхаттай алатын мүмкіншілік ашып отырмыз. Бұл да әлемде теңдесі жоқ үлкен алпауыт компания. Сонда сендер туроператорсыңдар? Біз саяхатшылар клубымыз. Біз туроператорлармен тікелей жұмыс жасаймыз. Ортадағы тур
агенттіктерден аттап өтіп тікелей туроператорлармен байланыс жасайсыздар. Ешқандай комиссия төлемейді. Жоқ. Сонда қандай да бір клубтық картамен жұмыс істейді. Клубқа жалпы Go Travel Agency клубына мүше болу үшін клубтық карталар сатылады. Соны сатып алады. Соны сатып алғаннан кейін 2 жыл бойы біздің саяхатшылар клубының беріп тұрған мүмкіндігімен пайдаланады. Ол қандай мүмкіндік? Тиімді бағамен саяхаттау және бизнес ретінде бизнес жасау. Бизнес ретінде пайда. Адамдар үйде отырып кәсіп жасай алады. Үшінші тармақ миллионерлер клубы дегенді естіп қалдық. Бұған кез келген адам мүше бола алады ғой. Кез келген адам мүше бола алады, бірақ барлығы еңбекпен келу керек барлығы. Себебі ол миллионерлер клубы Қазақстанда бұндай әлі ашылмаған. Сол біз артымыздан $50 миллионер ерткіміз келді біздің артымыздан. Теңге емес қазір. 1 миллион теңге алсақ, ол миллионербіз ғой, теңге. Бірақ біз $1 миллионер ерткіміз келді артымыздан. Именно сол қазақтардан. Ертең содан шыққан адамдар Қазақстанға үй саламыз, жол саламыз, балабақша саламыз, медреселер саламыз. Жалпы Қазақстанға елге қызмет ететін адамдар осылар болады. Ал енді осы жерден барлығын естіп отырып, бір MLM-нің бір сетевой маркетингтің бір исін байқап тұрмын да. Бұл сетевой маркетинг пе, желілік маркетинг пе, бұл аты аталған компаниялардың қызметі. Барлығы бірдей олай емес. Тек Go Travel Agency-дің біз клубтық карталарын осы MLM-нің элементтерін пайдаланып сатамыз. Жалпы сетевой маркетинг десе адамдар шошиды қазір. Неге? Себебі ол біреуден естиді. Сетевой маркетинг ол лохотрон, ол пирамида дейді да. Тым жақсы компанияның тамырынан балта шауып жоқ қылып жүреді. Ал сетевой маркетинг деген ол сатудың бір түрі ғана. Дүниежүзінде 2 метод бар сатудың. Біреу классикалық сату, екіншісі сетевой маркетинг. Маркетинг деген сөз ол продажа, реклама, сетевой ол сеть арқылы. То есть дистрибьюторлар, точкалар көп. Мысалы Қазақстанда Сулпак, Технодом деген магазиндер бар. Гелиус деген автозаправка. Олар сеть точкалар көп қой Қазақстанда. Сол үшін оның тауар айналымы көп болады. Мысалға классикалық сатудың түрін алатын болсақ, сізде бір құрылыс материалдарын сатасыз, сізде тек бір ғана точка, бір ғана магазин бар. Ал мен де дәл сондай құрылыс материалдарын сатам. Менің точкаларым көп. Қазақстанның бүткіл жерінде. Менің тауар айналымы көп болады. Мен соның элементін пайдаланып сатып жатырмын. Сол үшін біз клубтық карталарды соның элементін пайдаланып сатамыз. Дүниежүзінде қазіргі таңда 80% индустрия осы MLM-нің элементін пайдаланып затын сатады, тауарын сатады, қызметін көрсетеді. Қазіргі таңда әлем бойынша осы MLM бизнесінде айына $200 миллиард тауар айналымы жүріп жатыр. $200 миллиард тауар айналымы бар бизнес, ол ешқашан банкрот болмайды. Және бұл бизнестің бір жақсы жерінде де сізге ешкім бастық емес, сізге уақытта шектеу жоқ, табыста шектеу жоқ, кез келген жерде жүріп жұмыс жасай аласыз. Және 50-60 жастағы адамдарды кім жұмыс қалады? Ешкім жұмыс қалмайды. Бізде жасай алады адамдар деген. Бізде коррупция деген жоқ, бәке-сәке деген жоқ. Ондай сіз мысалға бір жыл жұмыс жасап, айына $10 мың, $20 мың табысқа жете аласыз. Ал сіз бір жерге жұмысқа кіріп, ондай табысқа жету үшін қаншама жылдар керек болса. Бізде 1 жыл, 2 жылда жете алады. Go сауда MLM жүйесімен жұмыс атқармайды. Жоқ. Бұл кәдімгі алыс беріс, таза сауда саттық. Бұл интернет сауда алаңы. Бұрынғы Қазақстанда бізде Ұлы Жібек жолы жүріп жатса, қазір соның онлайн түрі болды деген. Онлайн Ұлы Жібек жолы. Ертең болашақта Қазақстанға кіретін затта, шығатын затта осы Go сауда арқылы қылғымыз келеді біздің. Қанша қолданушысы бар? Бүгінгі таңда осы App Store-дан, Play Market-тен, Google Play-ден қанша адам жүктеді? Сондай статистика бар ма негізі? Бар. Қазір таңда бізде 1 миллион пайдаланушы бар. Белсенді пайдаланушыларымыз күн сайын кіріп, шығып, бір затын сатып алатын адамдар, пайдаланушылар 200-300 мыңға жақын. Енді бұл олардың жаңағы жарнамалары тегін әзірге. Енді компанияға қандай пайда бұл? Компанияға қандай пайда болған кезде қазіргі таңда сендер үстіне не көресіңдер? Біз ештеңе көрмейміз. Қазір бізде бір функциялары бар. Мысалы, сіз жарнама саласыз, сол жарнамаңызды жоғарыға топқа шығару үшін күніне 200 теңге төлейді. Срочныйға шығару үшін 100 теңге, покраска деген бар, 80 теңге, тек осымен ғана жайлап табыс тауып отыр. Ол табыс бізге керек, себебі біздің программистеріміз бар, маркетологтарымыз бар, дизайнерлеріміз бар, солардың жалақысына төлейтін бухгалтерлеріміз бар. Бірақ егер біз болашақта кәсіпкерлерге көмектесіп жатсақ, бизнесін жүргізуге әрине ақылы түрде функциялар қосып бастайды. Жалпы болашақта
сіз мысалы кәсіпкер болсаңыз, сізге магазин, бутик жалдап керек емес болады. Сізге тек гоусода керек болады және өзіңіздің затыңыз сақтайтын қойма керек болады. Болды. Кәсіп осылай жүреді. Онлайн магазиннің қызметі ғой былайша айтқан кезде. Онлайн базардың қызметі. Кез келген кәсіпкер гоусаудадан өзінің бутигін, өзінің кабинетін ашып ала алады. 24 сағаттың ішінде дайын болады. Біздің халық көп жағдайда біреудің ақшасын санағанды жақсы көреді. Ол рас әңгіме, өзінен гөрі біреудің ақшасы қызықтырып тұрады. Осы Ғалымбек гоусаудадан қанша пайда тауып жатыр екен, болмаса тағы да бір кісі базарға барып сатқан кезде одан қанша пайда тауып кетті деген сияқты. Бүгінгі таңда пайда көзі осы гоусаудадан болып жатыр. Қанша пайда тауып жатырсың? Оны айтуға бола ма? Пайда жалғыз гоусаудадан емес, бізде GoTravel деген бар. Неге біз GoTravel'ды аштық, гоусаудадан аштық? Себебі сізде табыс көздері біреу ғана болмау керек. Жалпы адамға ең болмаса 4 жерден табыс түсіп отыру керек. Корзина. 4 корзина. Сол үшін табысымыз бұрынғы жалақымнан менен едәуір жоғары. Бір айтады, успех любит тишину дейді. Мен өзім табысымды жария еткім келмейді. Ана сетевой маркетингтегі адамдар, мен бүгін осыншама табыс таптым деп Инстаграмға жария қылып жатады. Артынан адам ерту үшін. Мүмкін гоусаудаға жарнамасына бұл қажет шығар. Жарнама, ондай жарнамамен біз адамдар тартқымыз келмейді. Біз адамдарға шын ниетімізбен ештеңе жасырмай компанияның беріп тұрған мүмкіншілігін ұсынамыз. Бұл айтқан кезде сізге мен бизнес ұсыныс жасаймын. Адамдар соны көріп өздері келіп жатыр. Біз біреуді өзіміздің жалақымызбен тартып олай жасамаймыз. Біздің осы Түркияда жүргеніміздің өзі дәлел. Осы бизнеске келгелі бері ел жер көріп жүрсің. Қыдырып жүрсің, саяхаттап жүрсің. Тұрам деген жерінде барып тұрасың, өмір сүрем деген жерінде өмір сүресің. Плюсы осы. Бір жерге байланбаймыз. Интернет жұмыс істеп тұрған жерде қызмет атқара бересің. Ал енді бір жылдары қатты депрессияға ұшырадым деп әңгіме барысында айтып қалдым. Болды ондай жағдай. Не үшін ондай? Бұл мына бизнеске келмей тұрып болған дүние ма, жоқ әлде осы бизнесті бастағаннан кейін болған дүние ме? Осы бизнесте жүріп болған дүние ғой ол деген. Енді ол неше түрлі салдардан болды. Оны қазір мен айтқым келіп отқан жоқ. Жалпы адамның өмірінде ондай кезеңдер болып тұрады. Жұмыста менде бір уақыттары ешқандай табыс болмай қалған уақыттар болды. Сол кезде мен қайтып бұрынғы темір жолға қайтып барғым келді бір уақыттары. Бірақ ол беріп жатқан сынақ екенін түсіндім де, сол үшін мен ештеңе қарамастан тіке бастым мен деген. Сонда да жасай бердім. Бірақ сосын жемісін жедім мен деген. Сол тығырықтан шыққан уақытында түсіндім, что әр қиыншылықтың артында екі жақсылық бар екенін. Бірақ ондай қиыншылықтарда мен ішіп кеткен жоқпын, өз-өзіме қол жұмсаған жоқпын. Ол осы мен ислам жолында келген сол үшін сол себеп болды маған деген. Егер мына жолда болмасам мен баяғыдан может ішіп кетер ме едім, мүмкін жатар ма едім, бір қуылыста мүмкін. Ондай ой болған жоқ. Ондай ой болды әрине, бірақ ондай келген ойды мен әрірек тастауға тырыстым. Себебі намазымыз бар, дұғамыз бар деген сияқты. Енді соның бір үлгісі ретінде өз-өзіңді дәлелдеген азаматсың. Бүгінгі таңда қалтаң ақшаңда, ақшаң қалтаңда, қай жерде тұрам дейсің, өзің білесің. Енді бұл бір үлкен тірі мысал деп айтуға болады. Енді диванда жатып, болашақтан бір әкесіне, көке жәкесінен жұмыс күтіп отырған азаматтарға не айтар едің жалпы? Жалпы мына өмірде ең жаманы адам өзінің потенциалын шығармай өліп кеткен жаман. Яғни біз өзімізде не затқа айтады ғой, на что мы способны, қандай күшіміз бар, қандай бойымызда мүмкіншілік қасиетіміз бар, соны барлығын шығаруымыз керек та біз деген. Миды шамалы қозғалтып, шамалы білім алып, кәсіпке ұрынуымыз керек. Ең бастысы әрекетсіз жатпауымыз керек. Әрдайым көп мүмкіншіліктер көп. Соның бірі желілік бизнеспен айналысса да болады. Қазақстанда өте жақсы компаниялар бар. Мен айтып отқан жоқпын, именно біздің бизнеске келіңіздер. Жоқ, басқа да компаниялар бар, басқа да кәсіптер бар. Жасаймын деген адамға әрдайым табылады. Екі қолға бір күрек табылады деген сияқты. Әр адамға да мүмкіншілік беріледі. Ақпарат тегін беріліп жатыр қазір деген. Сол ақпаратты
ең болмаса тыңдап қалсын. Әрі қарай өз шешім қабылдайды. Ең бастысы әрекетсіз жат болуымыз керек. Айтып отырмын ғой, еркектер ақша табу керек. Ең болмаса орманға барып, аң аулап, балық аулап семьясын асырау керек. Енді өзіңе қарап отырып, менің өзім біраз мотивация алып отырмын негізі. Енді сол жігіттерге, қазір үйде, диванда YouTube көріп жатқан жігіттерге нақты қандай қадамдар жасау керектігін айта аласың ба? 1, 2, 3, 4 деп пункттерге бөліп. Мысалы, жатыр бір жігіт. Не істеу керек? Ақшасы жоқ. Ауылда. Ең бастысы, бірінші не істеу керек? Мүмкін білімін жетілдіру керек шығар. Ол бос уақытта информацияларды, ақпараттарды іздестіру керек шығар. Мен ойлаймын, ортасына ауыстыру керек. Бірінші ортасына қарау керек. Қандай адамдармен күн сайын байланыста, табысқа жеткен, үлкен жетістікке жеткен адамдармен дос болуға тырысу керек. Бізде айтады ғой, мен сізді айтам, досыңызды алып кел, досыңыз қарап сізді айтам дейді да. Сол үшін қоршаған ортасына қарау керек. Мен ойлаймын, арманы жоқ адамдармен дос болуға асықпау керек. Арманы жоқ адамдар, олар тек әшейін өмір сүріп жүрген адамдар. Ең бастысы арман болу керек адамда, мақсат болу керек. Армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді. Ал үлкен адам болғыңыз келсе, сізде үлкен арман болу керек. Сол үшін арманы бар адамдармен дос болу керек, үлкен жетістікке жеткен адамдармен дос болу керек. Айтады ғой, если хочешь стать сильным человеком, следуй за сильными людьми. Если хочешь стать успешным человеком, следуй за успешными людьми. Егер сіз бір жетістікке жеткен адам болып, мен сізден ақыл сұрайтын болсам, осы жетістікке жетуіңізге қандай себеп болды дейтін болсам, сіз маған айтасыз. Себебі жетістікке жеткен адамдар ол әрқашан бөлісіп өзінің тәжірибесімен. Сол үшін бірінші сол, екінші қазір ғаламторда көптеген кәсіптер бар, тренингтер бар. Іздену керек қой, ізденсін, дұға етсін, келеді ол деген барлығы. Нет ничего невозможно мына өмірде. Бұл өмірде бәрі де мүмкін. Еңбек етсе қара жерде жемісін береді, далада қалдырмайды. Ең бастысы бір Аллаға сыйынып, өзіміздің күш қайратымызға сүйініп, еңбек ету керек болды. Ең бастысы ниетіміз дұрыс болсын, ең болмаса. Ниетіміз дұрыс болып, халыққа, елге қызмет ететін болсақ, табыс ол побочный эффектпен келеді ол деген. Енді сен 125 мың теңге айлық жалақы алатын теміржолшыдан бүгінгі таңда ай сайын миллиондап пайда түсіріп отырған бизнестің құлағын ұстадың. Енді алдағы мақсат не? Нені армандайсың? Яхтаны армандайсың ба? Жоқ әлде вилланы армандайсың ба? Мүмкін елге қызмет етуді армандайсың ба? Қалай өзі жалпы? Сұрақтарыңызды түсіндім. Жалпы бұрын мен осылардың барлығын армандайтын едім. Мен көп армандар менде орындалды. Неге? Себебі мен армандарым барлығын қағазға жазамын. Арманға жетудің ең бірінші мақсат, ең бірінші қадамы ол қағазға жазып түсіру. Сол үшін мана мен айтып отқан арманы жоқ адамдармен дос болуға асықпау керек та. Сіз сұрақ көріңіз қасыңыздағы адамнан 5 жылға қойған арман мақсаты бар ма екен? 10 арман айтып берсінші тоқтамай. Көп адамдар, 95% адамдар айта алмайды. Себебі арман жоқ, арман мақсат жоқ, и ол қағаз бетіне де түсірмейді. Мен солының барлығын қағаз бетіне түсіріп, менің көп армандар орындалды. Қазір маған яхта, самолет, вертолеттер ондай қызық емес. Оның барлығын көре бергеннен кейін қызығы таусылады екен. Менің қазіргі мақсатымыз осы GoSauda компаниясы, GoTravel компаниясы елге ұзақ мерзімде қызмет еткісі екен. Түркия мемлекетіне шықтық, осы жақ Түркия мемлекеті мен Қазақстан мемлекетін тікелей сауда-саттықпен бір-бірін байланыстырсақ екен. Жалпы сауда ол сүннет, саудада береке бар ол деген. Сосын бастаған затымызды аяғына дейін жеткізсек екен деген менің бір өмірлік бір мақсатымыз болып кетті біздің деген. Және артымыздан еріп жатқан халықтың аманатын ақтап, болашақта алғысын алсақ екен бізде. Бүгінде Түркияда тұрып жатырсың, отбасыңмен Түркияда жүрсің. Неге Қазақстанда жүрген жоқсың? Қазір қайт десе мен қазір қайтар едім. Бірақ енді осы кәсіпті осы жаққа алып келгеннен кейін басқасында жүрмегесін, бұл кәсіп жүрмейді. Осы кәсіпке біз жауапты болғаннан кейін амал жоқ осында жүрміз. Бірақ Қазақстанға мен барып тұрам, азаматтығым Қазақстандікі, мен ешқашан елім тастап, жерім тастап кетпеймін мен. Басқа елде жүрсек та өз елімізге қызмет етіп жүрміз. Басқа елде жүрсек та сол елден жақсы бір идеялар алып келіп, өз елімізге алып келеміз мысалға. Бізде Қазақстандағы жоқ дүнияны шетелден көріп, өзімізге алып келеміз. Жалпы шетелге шыққанда адамның көзқарасы өзгереді. Ойлау қабілеті өзгереді. Көз ашылады деген сияқты. Қазір сен біреудің қол астына барып жұмыс істер ме едің?
Саған жақсы жалақы ұсынып тұрса егер. Енді асылға айтқым келмейді. Қазіргі менің жасап жатқан жұмысым маған жетерлік, бірақ біреуге жұмыс жасағым келмейді. Неге? Біреуге жұмыс жасап, біреудің арманын орындаймыз. Өзімізге жұмыс жасап, өз арманымызды орындаймыз. Мүмкін қазақ отбасылары, жалпы қазақ жігіттері, қыздары, мынау ересек аға-апаларымыз қолға келген ақшаны дұрыс ұсата алмай жатқан шығар. Бұны айтып отырғандағы себебі мүмкін біз тапқан ақшамызды шынымен де той-томалаққа емес, инвестицияға құюымыз керек шығар. Ол жағынан халықтың көзін ашу керек шығар мүмкін. Мен осы қазақтың тойы десе көп болғанын қалаймын, бірақ дегенмен де кейбір дүниелерге әлі күнге дейін қарным ашады. Артық ақшаңыз болса, инвестицияға жұмсаған жақсы. Отбасына пассивті табыс әкеліп отыратын. iPhone күте тұрады, телевизор күте тұрады, көлік күте тұрады. Инвестицияға жұмсау керек. Дайын бизнестің үлесін алып қалу керек, немесе бір бизнес ашу керек, чтобы болашақта үйге табыс әкеліп отыратын. Сол кезде керек затыңызды, несиесіз пәтеріңізді де аласыз, несиесіз көлігіңізді де аласыз, несиесіз тойыңызды да жасайсыз. Қазір тойдың барлығы несиеге жасалады. Көп жастар одан кейін ажырасып кетіп жатады. Оның қайыры болмай. Кейбіреуіміз ақша болса iPhone сатып аламыз кредитке, одан кейін келесі шығады, одан кейін тағы кредитке iPhone сатып аламыз. Жалпы онда енді Қазақстанда қазір тренингтер көп шығып жатыр ғой. Менің бір қуантарлығы, қазақтар қазір білімге аш қазір деген. Көп білімді өзіне сіңіргісі келеді. Және әлемде қандай жерде болмасын бір семинар, тренинг өтіп жатса, сол жерде бір қазақ болсын отырады. Қазір жалпы қазақтардың потенциалы өте жоғары. Ақшаны жақсы көресің бе? Жалпы ақшаны өзімнен жоғары қоймаймын мен. Ақша ол тек әншейін қағаз болғаны. Мен ақшаны өзімнен жоғары қоймаймын. Ақшаны мен наоборот ақшадан жоғарымын мен. Ақша маған келіп жатыр, Аллаға шүкір. Сол үшін ақша менің өмірімде ондай үлкен роль ойнамайды. Себебі ең басты инвестицияны құйдық. Сол үшін ақшаны любой жерден таба аламыз. Любой компанияда да жұмыс жасап та таба аламыз. Бір күні ақшам болмай қалады деген қорқынышы бар ма? Мына өмірде айттым ғой, бәрі де мүмкін. Болып қалып жатса көрерміз, сол кезде ойлаймыз, пока ойламаймыз. Ол зат пока болмайынша мен оған ойламаймын. Егер ол затты ойлай беретін болсақ, оны өзімізге тартамыз да, болдыртуға асығамыз. Егер болып жатса, оның бәрі Алланың қалауымен қайтадан ақша табамыз. Тығырықтан шығатын жол іздейсің, қайтадан. Ми жұмыс жасайтын болса, кез келген уақытта тығырықтан шығатын жол табылады. Рахмет, бүгін Данияр Есен YouTube каналында қонақта болған. Айтып отырмыз ғой, қарапайым теміржолшыдан бүгінде табысты миллионерге айналған жігіт Ғалымбек. Рахмет көп-көп. Біраз көрермендерімізге ой тастадың деп ойлаймын. Қымбатты көрермендер, біздің YouTube каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк, дизлайк басуды ұмытпаңыздар және астына міндетті түрде пікір қалдырыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.